Үшінші пайдалы қасиеті бұл судың құрылымын, структурасын қалпына келтіру қасиеті. Әртүрлі жастағы адамдың денесі судан тұратынын бәріміз білеміз. 70%-дан бастап 90%-ға дейін судан тұрады. Адам ағзасындағы 10 шақты судың молекулалары агрегаттарға немесе кластерлерге біріктіріледі. Симметриялық және дұрыс ұйымдастырылған судың құрылымдары адам ағзасына пайдалы ақпарат береді. Адам ағзасындағы су өткізгіш рөлін атқарады. Электрондарға және органикалық, биохимиялық қоректі заттарға. Құрылымдық суда электрикалық сигнал мен импульстар қажетті мүшеге немесе жасушаға уақытылы және дұрыс жетеді. Бұл адам ағзасындағы биохимиялық реакцияларды дұрыс жүруіне ықпал етеді. Өкінішке орай, қазіргі адамдардың ағзасындағы су кластерлерінің құрылымы бұзылған. Әсіресе психикалық аурулармен ауыратындарда және түрлі созылмалы аурулармен ауыратындарда. Мұндай адамдарда ағзадағы судың құрылымы құрылымдық емес, симметриялық емес, хаосты. Электрикалық сигналдар, импульстар осындай жеткізгіш арқылы қажетті жасушаға дейін немесе мүшеге дейін уақытылы жетпейді, немесе жете алмайды. Бұл әртүрлі патологияларға ықпал етеді. Бұндай су ағзаға сіңбейді және ол онда қалады. Бұл ісінуді шақырады және бүйрек пен жүрек тамыр жүйесін артық жүктеуіне әкеледі. Ал егер де осы сияқты физиотерапиялық бұйымдармен қолданатын болсаңыздар, медициналық микросфералардан жасалынған құрылымдықты структураны қалыпқа келтіретін әсері бар. Құрылымдық кеңістігінің әсерінен адам ағзасындағы суының құрылымы жоғары құрылымды болып, симметриялық болып, дұрыс құрылымды болып шығады. Бұл адам ағзасындағы барлық биохимиялық процестер дұрыс және толық жүруіне ықпал етеді.